Сәлем достар, бүгін сіздермен ерекше әрі өте дәмді медовый торт жасаймыз. Бұл тортты қамыр елеп жаймай-ақ құйып пісіреміз. Өте оңай, бірақ керемет дәмді. Ең алдымен ыдысқа бал мен ас содасын салып, қоңыр түс болғанша араластырамыз. Содан кейін сары майды қосып, ерітіп аламыз. Дайын болған массаны шетке алып қоямыз. Енді жұмыртқа мен қантты қосып массамыз 2 есе көтерілгенше миксерлейміз. Балды массаны қосып жақсылап миксерлеп, ұнды 2 бөлікке бөліп қосып араластырамыз. Біздің қамыр сұйық, бірақ қоюлау болуы керек. Дәл осындай консистенция тортты жаймай-ақ құйып жасауға болады. Пергамент төселген табаға қамырды жұқа етіп құйып, пешке салып, әр қабатты 180 градус пеште 5-7 минут пісіріп аламыз. Дайын болған кезде иілгіш, әрі жұмсақ болып тұрады. Креміне келетін болсақ, вареный сгущенка мен қаймақты біріктіріп, миксердің көмегімен араластырамыз. Енді корждың шеттерін алып, әр қабаттың арасына крем жағып, тортты жинаймыз. Торттың шеті мен бетіне коржды үгітіп себеміз. Дайын тортты тоңазытқышқа 3-4 сағатқа қойып қоямыз. Сонда крем сініп, өте жұмсақ болады. Достар, егер видео ұнаса лайк басып, арнама тіркеліңіз.